Саламатсыздар, академиялық кескіндеме онлайн курсының бірінші модуль тақырыбын жалғастырамыз. Төртінші практикалық сабақтың тақырыбы геометриялық денелерден құралған натюрморттың жарық көлеңке қатынасын байланыстыру. Ол үшін түс реңдерін палитрадан іздеп табуды меңгереміз. Бояу қоспаларының мөлшеріне қарай реңнің өзгеруін салыстырмалы түрде бақылап отыруымыз керек. Палитрамен жұмыс академиялық кескіндемедегі ең негізгі процесс болып табылады. Рең қатынасын салыстырмалы түрде қанықтылығына қарай дұрыс қолдану қажет. Түс реңдерімен жұмыс жасағанда жарық көлеңке қатынасын дұрыс қолдану керек. Әр заттың өз көлеңкесі мен жазықтағы орналасу арақашықтығын көрсету керек. Қойылымдағы түс реңінің қанықтылығы өзара байланысын анықтап алу қажет. Натюрморт жазуда қойылымдағы ең қою реңнен бастап ашық реңге көшіп жазамыз. Жалпылама жазу арқылы денелердің жалпы реңін беріп, кейін жарық түскен бөлігін анықтаймыз. Соңында білек ең жарық бөлігі жазылады. Қойылымдағы геометриялық денелердің фонмен байланысын үнемі салыстырмалы түрде бақылап отыру керек. Бұл кезеңде геометриялық денеден құралған натюрморттың жарық көлеңке қатынасын байланыстыруға назар аударамыз. Яғни жарық түскен бөлігін анықтап жаза бастаймыз. Ал көлеңке бөлігін қойлатып, дене көлемімен жазықта орналасу табанын нақтылаймыз. Заттың табиғи қалпын беруге жұмыстанамыз. Бізде геометриялық денелер ақ түсті гипсті материалдан жасалған. Сол себепті ақшыл реңдердің жарық көлеңке қатынасын мұқият қарап жазуымыз керек. Егер түс реңі қойланып кетсе, геометриялық денелердің өз табиғи қалпы жойылады. Осы айтылған ережені сақтау арқылы практикалық жұмысымызды жалғастырамыз. Осымен төртінші практикалық сабақ тапсырмасы аяқталды.